Қайырлы Қазақстан бағдарламасы біз жалғастырамыз. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда біздің ең маңызды біздің ағзамыздағы дүниенің бірі бұл жүрегіміз. Дәл осы біздің жүрегіміз туралы бізге егжей-тегжейлі айтып беретін қонағымыз Кенжебек Бейжанов мырза, кардиохирург, аритмолог маманы. Қош келдіңіз, көргенімізге қуаныштымыз. Енді мен қазір таныстырып жатырмын сізді кардиохирург, аритмолог деп айттым. Айырмашылығын айтып беріңізші, кардиохирург деген кім, аритмолог деген кім? Жалпы кардиохирург деген бұл жүрекке ота жасайтын, яғни жүрек операция жасайтын дәрігер маман. Аритмолог дегеніміз бұл жүрекке жүрек ырғағын зерттеуші, соны айналысушы және жүрекке ота жасайды, бірақ ерекшелігі жүрекке ашық ота жасамайды. Қазір мынау ғылым мен техниканың медицинаның дамуына байланысты жүрек оталарын тамыр арқылы жүректің қуысына барып, тері арқылы солай барып жасайтын осы кардиологияның, кардиохирургияның бір бөлімі. Салыстырмалы түрде бұны жаңа сала, медицинаның жаңа бағыты деуге болады. Бірақ енді жалпы өмірге келгеніне қазір бірнеше ондаған жыл өтті, қарқынды дамып. Сондықтан біздің елімізде де бұл салада айналысатын мамандар бар. Жүрек ырғағымен, жүрек ырғағы бұзылысымен соның дәрі-дәрмектік емі және хирургиялық емін соны жүргізумен айналысамыз. Тамаша, шынымен біз балауыз екеуміз таңғалып көріп отқан, көрермен де бір таңғалып отқан шығар. Ашық емес, қан тамырлары арқылы, тері арқылы жүрекке ота жасау. Енді айта кетіңізші, осы жүректің жаңағы сол ырғағын өзгеруі, жүрек ауруы барлығына ең бірінші не себептер болады, қандай әсерлер болады, неден ауырады жүрек? Жүректің енді ырғақ бұзылыстарына келетін болсақ, бұның екі түрлі негізгі себебі. Біріншісі ол сәби кезінен, туылған кезінен бар, яғни туа пайда болатын түрі. Ал екіншісі бұл жүре пайда болған, яғни қоршаған ортаның сыртқы факторлары бар, адамның өмір сүру салты, жұмыс барысы және тұтынған тағамдары басқа да сырқаттармен тікелей байланысты болады. Енді туа пайда болған ырғақ бұзылыстары, яғни бұл генетикалық рөлі бар, тұқым қуалайтын сырқаттарына байланысты және жүректің құрсақта сәбидің даму барысында даму ақаулықтары болатын болса, осындай ырғақ бұзылыстарын алып келеді. Енді біз айтып жатырмыз, жүрек ырғағының қалыпты адамдардікі қандай болады, және де жүрек ырғағы бұзылған адамдардікі қандай болады. Мысалы, ЭКГ-ға түсіріп жатамыз, бізге нәтижесін беріп жатады. Сонда мысалы салыстырып айта аласыз ба? Мысалы, оны мынадай көрсетіп қағазы болса егерде. Енді қағазы бірнеше мен мына жерде кардиограммаларды алып келдім. Қалыпты жағдайда қандай болады және керісінше жаңағы? Қалыпты жағдайда мына жердегі мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, мынау электрокардиограмма лентасында мынау әрбір РР интервал дейді бізде, әрбір жүректің жиырылу, қан айдау циклдарының аралықтары біркелкі болу керек. Және өзінің біздің кардиологтарға танымал өзінің тішелері бар. Жүректің электр өрісін электрокардиограмма тіркеп, осы бізге қағазға лента шығарып береді. Бұл жалпы сау адамның жүрегі? Қалыпты жағдайдағы сау адамның. Қалыпты жағдайдағы. Ал енді бір сырқат болса? Бұл енді қалыпты жағдайда жүрек соғысы орташа есеппен ересек адамда 60 пен 90 рет аралығында соғу керек. 1 минут ішінде. 1 минутта 60 пен 90 аралығында соғу керек. Одан жиілік кетсе, яғни... Одан жиілік кететін болса, ол ол біз қалыптан тыс, яғни патология саналады. Жиілік кетсе де жақсы емес, жүрек соғысы 60-тан төмен баяулап кетсе де ол жақсы емес. Жақсы емес, қалыпты болу керек дейсіз ғой, ересек адам үшін. Мына жерде мысалға бұл басқаша. Науқастың жүрек ырғағы бұзылысы, жерде жүрекшілердің жыпылықтау дейді, немесе жаңағы латынша atrial fibrillation дейді, ағылшын тілінде. Яғни мына әрбір комплекстің аралықтары әркелкі болады, және көрсетшілер болмайды. Осының өзгеріп кетеді. Жүрек қағысы ырғағы өзгереді. Енді сіз айтып жатсыз, жаңа жиі болуға да болмайды, баяу болуға да болмайды деп. Дегенмен, мысалы, күнделікті айтып жатамыз ғой, жүрегім соғып кетті дейміз, біреу бізді қорқытып жібергенде, немесе қатты қобалжығанда, сонда бұл да дұрыс емес па, негізі жүрегім аузыма тығылды деп айтып жатамыз. Бір қатты дүрсілдеп соғып кеткенін естиміз ғой кейде. Рас, ол біздің қалыпты физиологиялық жағдай, мысалы, қатты қуанып шаттанған кезде, немесе қайғырған кезде біздің жүрек соғысымыз, ырғағымыз және қан қысымымыз өзгереді.
ол мынау адамның ағзасындағы симпатикалық, парасимпатикалық нерв жүйесімен байланысты сонымен басқарылады. Мысалы біз қазір жүгіретін болсақ немесе жаңағы дене шынықтырумен айналыссақ, жүрек соғысымыз 120-130-ға дейін бару мүмкін, тіпті одан да жиілеп кетеді. Енді әркімде әрқалай. Ал демалғаннан кейін 2-4 минуттан кейін жүрек соғысы қайтадан қалыпқа келеді. 60-70 рет соғатын болып орнына түседі. Бұның барлығы біздің қалыпты физиология деп түсіндіреміз. Ол патологияға жатпайды. Ал айтып жатады ғой жаңағыда спорттыққа физикалық адамның қалыпты дүниесі деп. Ғашық болып жатқан кезде де жүрек соқты деп әндер шығып жатады жүректен. Оның бәрінде бір өзгеріс бола ма сондай? Неге байланысты дәл бұның барлығы дұрыс айтасыз. Бұның барлығы әрине адамның орталық жүйке жүйесімен сол жаңағы нерв жүйесімен басқарылатын дүние. Ол кезде бізде қуаныш гормондары бөлінеді, ағзада эндорфин, энкефалин, дофаминдер, сол арқылы біздің жүрек соғысымыз жиілеп, қалыпты физиологиялық тахикардия болады. Оны біз патология деп айта алмаймыз. Бір жағынан ол жақсы, адам көбірек қуанып, шаттанғаны жақсы. Сол кезде қуаныш гормондары көбірек бөлініп, адамның көңіл күйі жақсарады және бұл инфаркттың алдын алуға да өзінің септігін тигізеді. Тамаша. Енді мен сұрағым келіп отырған, мұнда түрлік дүниелерді алып келдіңіз. Біз үшін бұның барлығы бір зат сияқты болып көрініп тұр. Мыналар не? Флешка сияқты мысалы дейсің бе? Иә, бұл жерде кішкене түсіндіріп өтіп кетейін. Мынау флешка секілді зат, бұл жүрек ырғағы бұзылысы бар, яғни науқастар болады бізде. Жүрек жай кардиограмма түсірген кезде мынандай ештеңе табылмайды, қалыпты көрсетеді, бірақ естен танып құлап қалады. Оның себебі белгісіз. Көп зерттеулер өтеді, себебі табылмай, сондай кезде мысалға 24 сағат бізде кардиограмма жасайтын құрылғы бар. Мінекей, мына жерде кішкене көрсетіп кетейін. Бұл бізде кардиограмма түсіретін аппарат. 24 сағаттық немесе тәуліктік кардиограмма дейді, немесе автор бойынша холтерлік ЭКГ дейді. Мына электродтарын кеудеге жапсырып, жүректің биоөрісін тіркеп, мына жерде біздің тіркеуші аппарат бар. Арнау өзінің несімен батареямен жұмыс істейді. Осын тағып тәулік бойы науқас жүреді. Бір тәулікке немесе 3 тәулік бойы жүруге болады. Жүрекке тағып қойып, осымен тексеріліп анықталады. Осымен тексеріп анықталады. Кейде болады, біз науқастарда бір тәулік немесе 3 тәулік таққанның өзінде жүрек ырғағы бұзылысы табылмайды, бірақ науқаста яғни симптомдары бар. Бас айналу, құлап қалу, оның себебін таба алмаған жағдайда осы тері астылық имплантацияланатын кардиомонитор деген бұл құрылғы. Яғни жүрек ритмін мониторинг жасап тіркеп отырады. Мұнаның қуаты 3 жылға дейін жетеді. 24 сағат, жыл 12 ай бойы бұл терінің астына орнатылатын сондай электрокардиограмма. Адамның ішіне орналастырыла ма? Ішіне емес, жүрек тұсына, жүректің импульсын тіркеп алатындай етіп, терінің астына ғана имплантация жасайды. Терінің астына енгізіп жібереді. Сен айтпашы, флешка ғой, адамның флешкасы болып отыр. Солай деп. Ал мыналар? Дәл солай ма? Бұлар енді жоқ, бұлар басқаша. Мынау тұрған бізде бұл электрокардия стимулятор. Яғни бізде жүрек соғысы баяулап, өміріне қауіп төнетін жағдайда, яғни біз оны брадикардия дейміз. Брадиаритмиялар, яғни ол синустық жүйенің әлсіздігі немесе жүректің ішіндегі өткізгіш жолдарының, яғни жүрекше қарыншалық бөгеттері болады. Бөгенмен сондай жағдайларда осындай кардиостимулятор біз имплантациялаймыз. Бұл да осы кеуде тұсына, бұған астына, терінің астына орнатылады. 10-15 жылға дейін қызмет етеді, яғни жүректің қалыпты соғысын көтермелеуші соны қамтамасыз етеді. Енді айтыңызшы, осы жүрек ауруларының басты жаңағы көрсеткіштері қандай? Мысалы, көпшілік адам білмей жатады, нақты жүрек ауырып тұр ма, немесе бір әйтеуір жаңағы сол жақ бош ауырғаннан кейін, мысалы, олар түсінбей жатады. Негізі ең басты белгілері қандай? Ол шаншу болады ма әлде басқа да жағынан белгілі бола ма? Енді ол біріншіден дәрігердің қараған дұрыс. Біріншіден жаңа терапевт дәрігер, онан кейін күрделі болған жағдайда кардиолог дәрігерге жолдайды. Бірақ өзіміз байқау үшін. Өзіміз байқау үшін біз егер терең дем алып, дем шығарған кезде, қимыл қозғалыс кезінде ауру сезімі күшейетін болса, ол көбіне жүрекке байланысты бола бермейді. Енді 100% болмаса да, тым болмағанда осылай ажыратуға болады. Және бұл жастарда келісе бермейді жүрек ауруы. Көбінде 40 жастан асқан, 50 жастан асқан үлкен егде жастағы науқастарда кездесетін патология, жаңа ауру сезімі.
Иә, түсінікті. Енді құрметті көрермен, бізде жүрек ауруы жайлы, жалпы жүрекке біздің маманымызға, қонағымызға жайлы сұрақтарыңыз болса, WhatsApp-қа міндетті түрде жолдаңыздар, біз оқып жауап беретін боламыз. Дәл қазір бізде Жұлдыз жорамал, кейін хабарымызды жалғастырамыз. Көрермен, біз дәл қазір Кенжебек мырзамен бірге Нұржанның қан қысымын және жүрек қағысын тексеріп жатырмыз, иә? Әрине. Айтсаңыз, нәтижесі қалай екен? Мінекей, қазір сіздің жүрек соғысыңыз қалыпты, яғни жүрек соғысыңыз 64 рет, 1 минут ішінде, және қанның оттегі мен қанығу деңгейі 95-96%. Яғни бұны біз оксигенация дейміз, немесе сатурация дейміз. Мінекей қазір 97-ге дейін көтерілді. Бұл нормаға жатады. Бұны зерттеп отырған кішкентай ғана құрылғы, бұл пульсоксиметр дейді. Яғни жүрек соғысын және оттегі мен қанығу деңгейін көрсетеді. Мынау қыс болды. Мынау бізде тонометр, электронды. Электронды, бұрын қыс қойып нәйді өтшіп. Иә, механикалық түрі бар, электронды. Бізде енді келетін науқастар көп болғандықтан, маған жылдам өлшеуге ыңғайлы осы электрон түрін қолданамын. Бұлай енді айырмашылығы жоқ. Жүрек қазір сіздің соғысыңызды бұл жерден де көрсетуге болады. Мінекей жаңа 65 болған, қазір 70 болды. Және қан қысымыз 145-те 100 көрсетіп тұр. Яғни сіз қазір енді кішкене қобалжып толықтырған болуыңыз мүмкін. Ай, Нұржан деп. Сондықтан аздап жоғары көрсетіп тұр. Бір ғашық болып тұрған жоқсың ба, сондай Қобалжып толықтырып жоқ онда. Бұл неден сонда дұрыс емес пе сонда 145-те 100 деген? Бұл енді Аурусың десе. әдеттегіден сәл жоғары. Енді адамда ұйқы қанбаған шаршаған кездерде немесе ол бар. Иә, әлгі қатты жұмыс істеп зорығу немесе қатты қобалжу осындай факторлардан кездеседі жастар арасында. Немесе мысалы демалыс керек болған кезде сіз диагноз қойып берсеңіз. Енді жаңағы екінші жүрегін тыңдайсыз ба? Жүректі тыңдауға әрине болады. Қандай құрылғы бұның аты? Мынау енді бізге барлығымызға танымал, әйгілі дәрігер емес халықта біледі деп ойлаймын. Әдеттегі фонендоскоп. Фонендоскоп бұрын стетоскоп болған, қазір енді фонендоскоп, бұның түр-түрі бар. Бұл осы науқастың жүрек тыңдау негізі 5 нүктесі бар. Жалпы кардиология бойынша бірінші мынау жүректің ұшынан тыңдаймыз. Яғни бізде бұл жаңағы жүрек соғысын, клапандардың шуым бар ма жоқ па соны көрсетеді. Және мына жерде қолқа қақпақшасын, мына жерде өкпе артерия қақпақшасын, және мына жерде төс сүйектің симптер тәрізді өсінісінің негізінен 3 жармал қақпақшаны тыңдаймыз. Және мына жерде митраль қақпақшаны, осы жүрек тыңдау. Бұл жүректегі 4 қақпақшаны және жүрек түкісін анықтайтын нүктелер. Және осының көмегімен біз өкпе тыныс алу қызметін тексеруге болады. Және бұны біз қан қысымын өлшеу барысында, әлгі механикалық тонометр кезінде де осыны қолданамыз. Яғни қысымды жоғары көтеріп, мысалға 180-200-ге дейін қысым беріп, сынап бағанасы бойынша, онан кейін ақырын желін шығарған кезде босатып, жүрек соғысын осыдан біз көре аламыз. Керемет, Кенжебек мырза. Енді осындай құрылғылар арқылы біз үйде де тексере аламыз. Негізі енді міндетті түрде маманға барып қаралу керек, иә? Әрине, бұл әрбір қан қысымы, жүрек сырқаты бар науқастың үйінде болу қажет зат, ең қарапайым дүние. Алғыс білдіреміз, келіп барынша пайдалы ақпаратыңызбен бөліскеніңізге аз минуттың ішінде сіз барлығында түсіндіріп бердіңіз. Алғыс келгеніңізге. Еңбегіңіз ретті болсын, көп рахмет. Енді құрметті көрермен, бізде жаңалықтар, ауа райы болжамы және де шағын жарнама, кейін хабарымызды жалғастырамыз. Арнадан ауыспаңыздар.